Assalamu alaikum. Hayırlı gün, hürmet dostlar, bауырлар. Sizlerмен birge Бірлік каналы. Kechirесіздер. Келесі видеомыз мен шөп тасып жатырмыз. Шөп сапасы ондай жақсы емес, бірақ енді болады. Қамысы бар, лиманы бар, арпа қам бар. Жусаны бар, айтылмай, мыналар әбір жеп жатырмын. Мынаусы шығып кетті. Ана екінші прицеп тартатын. Енді қазір көреміз, енді бір нәрсе тартып алармын. Ілдіріп тіркеп алсам болды, кетем ғой. Міне мынаған 13 басып қойды, мынаған 8. Қазір және мынаған 13 бассам, мынаған әлі 5 кетеді. Сөйтіп Алла қаласа жол жүреміз. 55 рулон бар екен. 55-ін алып кетеміз сол. Биыл шөп нашар, аз. Биыл шөп аз. Пружинасы жоқ. Пружинасы жоқ. Енді оны бүйтіп көтеріп алып жатыр. Стяжкамен бұрап, көтеріп. Мынаусы айналып кетеді. Қазір кеп трактормен тіркеп дәл кетеміз. Міне достар, шөптің сапасы осындай. Енді болады енді, жоқтан жақсы, арзан. Ең арзан баға осы болып тұр. 8 мыңнан алып жатырық полядан. Әкеп берем десе 15 мың дейді. Қымбат. Ол бізге өте қымбат. 15 мың деген көп ақша. 8 мың енді жарты бағасы о. Былтыр біздер 6 мыңнан алып, 12 мыңнан, 11 мыңнан сатқанбыз. Ал биыл өзімізге тасып алсақ та сол жетеді. Сатуға жоқ. Осы достар. Достар, мінекей. Поле болғасын проблема болады. Мынау айналып кетіп жатыр да, мынау құлап кетіп жатыр, айналып кетіп. Мінекей. Түзеп қойып. Достар, мен мына жерде еді ғой, алдында мына жаққа қойып қойдым. Мынау бет айналғанда мынаған тірел не қылмайды, мынауын тексеріп өтеді қойды, мынау түсіп қалмайды. Ал көреміз біз мына деп. Осы мына шөпіне құлап барады, мына үстіне итерген кезінде, мынаны итер жіберіпті. Енді сол мына стяжкамен тартып қоямын қазір. Мынандай қойдым мен. Бір стяжка тартып қойдым. Көреміз енді. Міне достар, келе жатырмыз. Ақырындап. Үйге бір 10 шақырым қалды. Міне бидай. Бидай осылай өсет не. Шегі жоқ. Былай қарай кетеді.
Мына жағы былай қарай кетеді. Мына жақта білемін, Жақсылық деген ауылдар бар, 50 шақырым біздерге осы полевой бойынша. Міне бидай. Әне, тамаша. Қазақтың жері осындай кең, байтақ және құнарлы. Мына жерге деген жай бір нәрсені тастасаң сол тамырлап өсіп кетеді. Міне, өстіп келе жатырмыз ақырындап жігіттер.